Hello peoples, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 5-ші сынып English Plus кітабындағы 19-шы беттегі an email тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші бізде орындайтын жаттығу exercise number 1, read the model text and choose the correct photo of Matthew from A and B. Яғни оқушылар бізге берілген мәтінді оқып, оның ішіне мына дұрыс суретті Matthew атты адамның суретін дұрыс таңда деген. A суретіне немесе B суретіне. Ендеше бірінші біз берілген мәтінді оқиық. Hi Dilnaz, my name is Matthew and I'm 11 years old. Сәлем Дилназ, менің атым Matthew and менің жасым 11-де дейді. I'm from Newcastle in England. Мен Англияның Newcastle деген жеріненмін дейді. I like music and my favorite bands are Alabama Shakes and Django дейді. Менің сүйікті мен музыканы жақсы көремін дейді, және менің сүйікті тобым Alabama Shakes және де Django дейді. I also like films and football. Мен сонымен қатар фильмдерді ұнатамын және футболды ұнатамын дейді. I'm a Newcastle United fan. Мен Newcastle'дың фанымын дейді, яғни жанкүйерімін дейді құрамасының. They are great team. Олар тамаша топ дейді. Where are you from? Is your English good? Are you interested in music? Please write soon. Matthew Show дейді. Сен қай жақтансың? Сенің ағылшыншаң жақсы ма дейді. Сен музыкаға қызығасың ба? Маған кейінірек жаз өтінем дейді. Matthew Show дейді. Оқушылар, бұл қайсысы суреттегі бала екен? Ол бізде оқушылар A суретінде тұрған оқушы екен, себебі ол футбол құрамасын ұнатам деп айтты, Newcastle United деген Newcastle құрамасын жанкүйермін деді. Келесі екінші жаттығу exercise number 2, complete the key phrases and look at the model text and check your answers. Оқушылар бұл жерде кілт фразаларды толықтырып жазуымыз қажет, яғни мәтіннен қарап жазамыз және жауабын тексереміз. Бірінші бұл бізде I like music болады. Екінші I also сөзін жазамыз. Одан кейінгі I'm a Newcastle United fan. Төртіншісі Are you interested in music? Беске Please write me soon. Exercise 3, capital letters. Capital letters деген оқушылар бас әріптер деген. Үшінші жаттығу find words in the text that start with capital letters, match the words to descriptions 1 to 6. Оқушылар тексттен, яғни мәтіннен берілген capital letters деген, яғни бас әріппен берілген сөздерді табыңыздар деген. Және де осы 1-ден 6-дан берілген бізде дескрипторға жазуымыз қажет қасына. Мысалы, біріншісінде былай деп тұр: The name of a person, яғни адамның аты. Бізде Dilnaz және Matthew'ді жазсақ болады. Екінші, the name of country, елдің аты England. Үшінші, the name of a team, топтың аты. Оған оқушылар Alabama Shakes және Django және де Newcastle United топтарын жазсақ болады. Келесі, the name of a city, яғни қаланың аты, ол бізде Newcastle. Келесі, the name of language or nationality. Бесте оқушылар тілдің немесе nationality, ұлттың аты деген, ол бізде English сөзі келген мәтінде. Соңғысы the first word of sentence, сөйлемнің ең бірінші сөзі деген, яғни ең бірінші сөзді жазамыз. Hi деген сөз бізде басында келген, сол сөз жазамыз. The next exercise number 4, you write the paragraph from Dilnaz, include capital letters. Абзацты Дилназдан қайта жазыңыз және де бас әріптерді қамтыңыз деген. Яғни оқушылар бұл жерде бас әріптерді қойып жазуымыз қажет. Hi Matthew, I'm 12 years old and I'm from Pavlodar in Kazakhstan. I like films and my favorite actress is Emma Watson.
I also like hip hop and I'm a football fan. My favorite team is Irtish Pavlatar. Оқушылар дәл осылай осы сөздерді бас әріппен дұрыстап жазасыздар. Яғни бұл Дильназдың жауабы, осы кімге, Мәттиюға берген. Және де осында өзінің сүйікті тобын айтқан. Соларды біз бас әріппен дұрыстап жазып шықтық. Келесі жаттығу оқушылар 5-ші жаттығуда былай деген, яғни бұл тапсырмада оқушылар сіздер интернеттегі досыңызға хат жазасыздар, дәл осы мысалы Мәттию мен Дильназ сияқты, және де оған өзіңіз жайлы информация бересіз, and ask for information, яғни ол туралы ақпарат сұрайсыз, өзіңіз жайлы ақпарат бересіз. Мысалға биде былай деп тұр, сіздің атыңыз кім екенін жазасыз, жасыңыз нешеде, қай жақтансыз, не нәрсеге қызығасыз, сіздің сүйікті нәрсеңіз, және де қандай сұрақ қоясыз, соларды жазуымыз қажет. Мысалы былай жазсаңыздар болады. Hi, досыңыздың атын жазасыз. Мысалы, Hi, Алмаз. My name is Diana and I'm 10 years old. Мен Дианамын, менің жасым 10-да. I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын деген. Және де I like painting. Мысалға, мен сурет салғанды ұнатамын. And I like playing football. Немесе және де мен футбол ойнағанды ұнатамын деп жазсаңыздар болады. Немесе одан басқа спорт түрін жазсаңыздар болады. Және де өзіңіздің сүйікті тобыңызды жазасыздар. Мысалға, футболдағы сүйікті тобыңыз, немесе музыкаға қатысатын болсаңыз, музыкалық топты жазсаңыздар болады. Мысалы, сүйікті футбол құрамаңыз Каспий болса, мысалға, my favorite team is Каспий деп жазсаңыздар болады. Менің сүйікті тобым, яғни Каспий. Және де бір сұрақ жазсаңыздар болады. What do you do in your free time? Сен бос уақытында не жасайсың, не істейсің деген бір сұрақ қойып жазсаңыздар болады. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye!